Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен осындай сочный, жареный, яғни қуырылған қошан мантының рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен мантымызға қажетті заттар: салмасына пияз, тартылған ет және татымына қарай тұз, бұрыш, қамырына ұн, бір жұмыртқа, 150 грамм су және де біраз қасық тұз қажет. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. 150 грамм суымыздың үстіне біраз қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған суымызды ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап қаттылау қамыр илейміз. Бұл мантының ерекшелігі қамырда қатты болуы қажет, себебі бұл манты қуырылатын болғандықтан қамыры жұмсақ болған дұрыс болмайды. Сол үшін қаттылау қамыр илеп шығамыз. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Мінекей видеода қарап тұрғандарыңыздай осындай тығыздықта илейсіздер қамырларыңызды. Енді қамырымыздың июі қанғанша кішкене 15-20 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Енді сол аралықта мантының арасына салатын салмасын дайындаймыз. Пияздарымызды, яғни турап шығамыз. Өте ұсақтау тураймыз пиязымыздың. Мантының пиязы майдалау болған дұрыс, себебі қамырына да кедергі келтірмейді. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Пияздарымызды турап шығамыз. Осылай турап болған пияздарымызды тартылған етіміздің үстіне саламыз. Үстіне татымына қарай тұз, бұрыштарын саламыз. Яғни мен жасап жатқан салмама қарай көз мөлшерімен салдым. Яғни 2 шай қасық тұз, татымына қарай қара бұрыш қостым. Және де мен таза еттен жасалғандықтан бұның құрамында май жоқ. Сол үшін құйрық май болмағандықтан осылай сұйық май қолдандым. Жарты пиала сұйық май құйып жіберемін үстіне. Енді жақсылап салмамызды қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Дайын болған салмамыз мінекей өте әдемі болып шықты. Енді қамырымызды алып, мантымыздың қамырын дайындаймыз. Өте әдемі, жылтыр болып шыққан. Қамырларыңыз неғұрлым көбірек тұрса, әдемі, жайылуда керемет болып шығады. Үстіне кішкене ұн себелеп отырып, осылай колбаски түрінде сопақша тәрізді қылып аламыз қамырымызды. Сосын майда бөліктерге бөліп аламыз. Яғни мен көз мөлшерімен өлшеп жатырмын. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Егер болмаса таразыға өлшеп 30 граммдай қамырдан бөліп аласыздар. Бөліп алған қамырларымызды майдалап дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Яғни жайылуына өте ыңғайлы болу үшін. Қамырларымызды дайындап алды, осылай дөңгелектеп. Дайын болған қамырларымызды шетінен алып, бір-бірлеп жайып шығамыз. Яғни оқтаудың көмегімен біркелкі дөңгелек қылып жаямыз. Азырақ ұн сеуіп жаямыз, себебі қамырымыз жабыс қалмауы қажет. Біркелкі осылай. Видеода көріп тұрғандарыңызда осындай қалыңдықта жаясыздар. Қамырды қатты жұқа болмау керек, қатты қалыңда болмау керек. Орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Барлық қамырларымызды осылай жаямыз. Мінекей қамырларымыздың бәрін жайып алдық. Енді салмамызды алып, арасына салмамызды салып, мантымызды түйеміз. Енді мен ұйғырский мантыны анау айтқандай түйе алмаймын. Қолымнан келгенше осылай екі шетінен алып, әдемілеп түйіп шықтым. Видеода қарап тұрғандарыңыздай қамырдың екі шетінен кезек алып, осылай мантымызды жинаймыз. Барлық қамырларымызда дәл солай түйіп шығамыз. Енді бұл мантының формасы өзгергенмен дәмі өзгермейді. Егер бұлай түйе алмайтын болсаңыздар, екі басын біріктіріп, болмаса дөңгелек қылып жасауға да болады. Мінекей мантыларымызды түйіп алдық. Енді қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Яғни табамыздағы майымызға мантыларымызды салып, екі беті қызарғанша қуырып аламыз.
Осылай екі бетін аударып, кішкене сарғайып қызарғанша қуырамыз. Бұл манты өте ерекше, дәмді болып шығады. Екі бетін осылай қызарттық. Барлық мантыларымызды дәл осылай қуырып аламыз. Оттарыңыздың асты баяу болмауы керек. Қатты отта қуыру қажет. Мантыларымызды жақсылап қуырып аламыз. Мінекей мантыларымызды қуырып алдық. Енді манты қазанымызды алып, қуырылған мантыларымызды саламыз. Манты қазанның астына ешқандай май жақпаймыз. Осы күйде сала береміз. Яғни бұл майға қуырылғандықтан жабыспай әдемі болып піседі. Кішкене арасын алшақтау қылып орналастырамыз. Себебі буға піскеннен кейін қамырымыз кішкене көп піседі. Мантыларымызды салып алдық. Енді қайнап тұрған судың үстінде кәдімгідей манты сияқты 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей қуырылған мантымыз дайын болды. Кей жерлерде қошан манты дейді. Бұл ұйғыр ұлтының керемет тағамдарының бірі. Қараңыздар, өте керемет, сочный, сулы болып шыққан. Түрінің өзі аппетитный болып шыққан. Дәл осылай ащы соуспен жесеңіздер күшті болады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын. Егер видеом ұнап жатса сіздерге каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз маңызды. Менің видеома тіркеліп алыңыздар, себебі мен каналымда түрлі рецепттерді таба аласыздар.